Көкірегімнің үміті мен тілегі, күй боп түлеп күн боп шығып күреді. Күн астында көк төбелер түледі, менің елім гүлелі. Айтпағым бір ағыл-тегіл сыр еді, шежіре боп ол өлең боп кіреді. Мендегі өнер сендегі өмір сүреді, менің елім шырелі, деп жырлап өткен Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Жастар одағы сыйлығының иегері, Қазақстан Республикасы әнұран авторларының бірі Жұмекен Сабырұлы Нәжімеденовтың биыл туғанына 90 жыл. Республика бойынша бір ел бір кітап акциясы аясында шығармаларын оқытуы таңдалды. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, қазақтың аса талантты ақыны Жұмекен Сабырұлы Нәжімеденов 1935 жылы 28 қарашада Атырау облысы Құрманғазы ауданы Қошалақ құмының Ашақ деген жерінде дүниеге келген. 1960 жылдардың бел ортасында келген белгілі ақын тобының өкілі Нәжімеденовтың алғашқы өлеңі 1961 жылы жарық көрді. Ол өлеңдер жинағы мен жоқ ұмытуға болмайды, кішкентай, ақ шағылдар, даңқ пен дақпырт, күй кітабы, жарық пен жылу, ұлым саған айтам, менің топырағым, темір қазық сынды романдары шығарылды. Шығармашылығында кеше, бүгін, болашақ астасады. Еңбектерінде адам тағдыры, халық тарихы барланып, зердені жандандырады. Жырлары санаға сәуле құяды. Яғни 1983 жылы 22 қарашасында бұл өмірден қоштасады. Тірі кезінде жарияланбаған өлеңдері, поэмалары, повестері, романдары, мақалалары мен аудармалары және 9 күй енді. Шығармалары көптеген тілдерге аударылып басылды. Ақын Вознесенскийдің, Евтушенконың, Хикмет пен Файзидің шығармаларын аударған. Жұмекен Нәжімеденов 2006 жылы қабылданған Қазақстан Республикасы әнұран авторларының бірі. Азванбаевтың «Менің Қазақстаным» Жұмекен атты зерттеу еңбегі, ақын шығармашылығы туралы жазылған Юсуповтың Нәжімеденовтың ақындығы монографиясы, Амангелді Кеңшілікұлының Парасат биігі, Қадыр Өтегенұлының Парасат жырлары, Жұмекен жұмбағы еңбектері, Жұмекен Нәжімеденовтың 6 томдық толық шығармалар жинағы бар. Міне тірі гүлдері тұр өсіп, бұл далада бақыт жақтың баян үшін күресіп. Өткен күндер дауылы мен құмдар толқып шайқалған, сол бір дауыл талай ізді кеттау көміп майталман. Бірақ мұнда Махамбеттің қылышының бар табы, талай ойды табынтады, олды өзіне тартады. Көп бытыра дақ салыпты туған жердің жүзіне, көздің жасы көп табыпты кірпіктерден үзіле. Керемет қой бүгінгі өмір көктеміне, күзіне, ана торғай ұясап жүр құлагердің ізіне. Мына дала бар тынысын ішке жиып күтулі, бұл ұрпақтың маңдайына ырыс болып бітуді. Ақырында ол біздің қолға алған тарих болып тұтылды. Сары құмы, сары кітаптың мұқабасы сықылды. Ол айтады, осы жерді өлді дейді санарман, кеуделердің ыстығына аптығама қамалған. Ол айтады, қарашаштар осы жерде ағарған, осы жұртта құрттар қайнап буға атыпты қазаннан. Осы жұртта талай тірлік, талай басты оғалған, ол өңірден үзілген бір түйбеге ұқсап жоғалған. Көп беріпті өмірге олар неге сонша азалған. О ғажайып, жаңа гүлдер ескі жұртта тұр өсіп, бұл даланың рухы үшін мәңгі бақи күресіп. Сол гүлдерді иіскеп сүйіп жүрсе біреу далада, ұқсайды ол өз баласын жетектеген анаға.